Жетінші бөлім. Ернім кезеріп, көз алдым қарауытып жүрсе де, сүт шықпайтын омырауымды қызыма құлыным қоректеніп алшы деп жалынумен болам. Кішкентай сәбиім ашқарақтанып омырауыма жабысқанда 62 тамырыма тоқ жүргендей қиналсам да сүт шықса екен деп тілеймін. Аш құрсақ менен қайдан шыққа қойсын. Әріден омырауым жарылып, тілінген жерінен қан да байқалады. Қызым үшін шыдауға тырысып-ақ жатырмын, бірақ болмай жатыр. Қарны ашқан сәбиім көшеде шырылдап жылай берді. Бізді аңдып жүретіндер жұдырығын көрсетіп қояды. Мен шарасыздан қызыма есірткі қосылған сүтті беріп жаттым. Іштей, Құдайым, балапанымды сақтай көр, кешірші мені ботамай деп жылап тұрмын. Сүтті ішкен бойда балапанымның дыбысы шықпай қалды. Қарнына сүт барған сәбиім ұйқыға кетті. Әлсін қарап қоямын, пысылдап ұйықтап жатыр. Құшарлана иіскеп қоямын. Қандай керемет еді. Сәбидің иісі сондай ғажап екенін сол кезде ұқтым. Кешке қарай сүйретіле тобырға қайттық. Іштегі дуана кемпір баламызды шомылдырып береді. Бетіме бажырайып қарап, сәбиіңнің ғұмыры тым қысқа. Сен бұл тобырдан қашатын ойың бар екен. Қашып кетсең, сен бақытты болмайсың. Сенің маңдайыңа қайыршы болуды жазған. Мәңгі қайыршы боласың, әлі де кеш емес. Қашушы болма, қашатын болсаң, қарғыс айтылады. Бұл сөздерден естігім келмейді. Бар ойым сәбиімнің жағдайы еді. Іштей жоспар құрып жүрген едім. Бұл тозаққа шыдау мүмкін емес. Кім үшін жүрмін мен деген сұрақты өзіме жиі қоямын. Қарғыстары өздеріне, енді шыдамым қалмады. Реті келсе, балапанымды алып қашамын. Ол үшін де білдіртпей, ақшаның үстінен алып, дәретхананың ішіндегі бір қуысқа тығып жүрмін. Сигандардың мерекесі бар. Сол күнді күтіп жүрмін. Сол күні елдің бәрі ішімдік ішіп, мас болады. Сол сәт мен үшін бостандығым. Бұл жоспарымды анау күні басқа қаладан келген Сиган анама айтып едім. Мені құптап, жиғанынан жасырып ақша берді. Жалғасы бар.